Ассалаумағалейкум. Мен бір 3-4 күн болды Алматыға келіп автобуста жүріп отырмын да. Сонымен общем мынандай видео жазбаса болмай кетті. Ойлап отырмын, ана әлеуметтік желілер арқылы таратып бір кішкене әсер етуге бола ма деген сияқты. Біздер енді өзіміздің уақытында інілеріміз тәрбиелегенде інілеріміз Аллаға шүкір мықты болып өсіп арыстандай болып. Сол 3-4 күндей байқағаным, автобустың жартысы 10 жас пен 25 жастың ортасындағы жігіттер, жігіт деп айтуға келе ма келмей ма білмеймін, отырып алады, бастарын бұттарына тығып алады, болмаса телефон құлағына тығып алады да наушнигін телефонға қарайды да. Әйелдер, үлкен 50-ден асқан ағалар, одан кейін көздері қатарлас қыздар тұрса, орын берем деген адам байқалмайды да вообще. Енді біздің кезімізде өзіміз көрген адам ғой, енді ана деп қатты айта алатын кезде айтатынбыз. Қазір кішкене ұялып тұрмын, бағана біреуіне айтсам ренжіп қалып тұр. Бірақ енді ол біздің қазақтың болашағы ғой. Еркек, жігіт үйінен шығып мектебіне, университетіне или жететін жеріне дейін тұрып тұра алмайтын еркек, ол қандай еркек ол? Наоборот, шыдау керек соған тұрып. Түк қиындық емес ол. Ал енді қыз бала, әйел, ол еліміздің жаңағы еркек істей алмайтын 9 ай бала көтеріп, тағы оны қарау деген жағдайларды басынан өткізетін болғаннан кейін олар нәзік болу керек. Одан кейін ертең сол жігіттер сол қыздарға барады ғой, сондай қыздарға ұялмай сөз айтып или басқасын жасап. Сол үшін айтайын деген жерде мына таратып жіберсеңіздер, мына 10 жас пен 25 жастың ортасындағы жігіттер өтірік ұйықтамай, автобусқа келдің ба, бос па, отыр, оған әңгіме жоқ. Басқа жігіттер тұрма, отыр. Ал енді автобусқа келгенде бірінші ниет, бірінші әйелдер отырсын, қыздар отырсын. Одан орын болып жатса, біз отырайық деген осы мәселені айтқым келді. Бұл майда бір болмайтын әңгіме сияқты, бірақ осы амалдың өзінде көптеген бір ұлт үшін, ел үшін бір тәрбиелік пайдасы болатын көптеген жағдайлар бар түсінген адамға. Енді осыны мүмкіндігінше таратып жіберсеңіздер, әсіресе мына Алматы или үлкен қалаларда біздің қазақтың жігіттері кішкене жігіт сияқты болсын.